Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Павлодар Водоканал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының бірінші орынбасары Артур Шпейзер келді. Сапардың мақсаты Шымкент кәсіпорнының өз тәжірибесінде қолданатын цифрлық технологияларды зерттеу, тәжірибе алмасу. Әріптес цифрлық бағдарламамен қамтамасыз етумен таныстырылды. Соның арқасында суды есепке алу, желілердегі қысымды бақылау жүргізіледі. Авариялық бригадалардың қозғалысы бақыланады. Мекеме мамандары географиялық ақпараттық жүйенің көмегімен жүзеге асырылатын биллинг және гидравликалық модельдеу туралы айтып берді. Орталық диспетчерлік қызметі маған қаланың технологиялық процесті автоматтандырумен қамтылғандығы қатты әсер етті. 90-дық көше және жалпы үйлік желілерді орнатылған есепке алу құралдарының арқасында суды есепке алу және өндірістік процесті бақылау жолға қойылған. Артур Шпейзер Шымкенттің тазарту құрылыстарының кешенінде болды. Ол технологиялармен таныстырылды. Соның арқасында Шымкент шайынды су қабылдау кешені Қазақстанда ғана емес, ТМД-да да үздіктердің бірі болып саналады. Инновациялық шешімдердің арқасында кешен өзінің энергиялық шығындарын жабады. Ал аэропроцесс технологиясы жағымсыз иісті және 80% қалдықтардың шөгінділерін арылуға мүмкіндік береді. Тазартылған ағынды сулар техникалық дақылдарды суару үшін жіберіледі. Тазарту қондырғылары туралы менің екінші әсерім, бұл байқағаным ең біріншісі ол жағымсыз иістің болмауы. Менің ойымша, бұл үлкен жетістік және су арнасының еңбегі. Ағынды суларды тазарту қондырғыларының иісі көптеген су арналары үшін жаһандық проблема болып табылады. Тағы бір айта кететін жайт, бұл технологиялық және энергетикалық қажеттіліктердің басым бөлігі өзінің газ шаруашылығы есебінен жабылады. Мені өте жақсы қарсы алды және барлық технологиялық процестерді көрсетті. Аэропроцесс технологиясы Павлодар су арнасының өкілдерін қызықтырды. Олар Шымкенттік әріптестерінің қолдану тәжірибесін зерттейтін болды. Павлодар Водоканал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеке компаниясы 2001 жылдан бастап сумен жабдықтау және су бұру желілерін басқарады және 100 мыңға жуық абонентке қызмет көрсетеді. Айта кетейік, қараша айында су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен тәжірибе алмасу бойынша Шымкентке Алматы су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының өкілдері келеді.